Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін мен сіздермен бірге наурызда жасалатын көк самсаның рецептімен бөлісемін. Және де қалай осылай қатпарлы болуының да өзінің ерекше құпияларымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайктарыңызға аямай кетіңіздер. Бізде самса 30 тал шығатын болады. Мен үлкен көлемде жасадым, сол себепті 25 тал шықты. Егерде сіздер ұсақтап жасайтын болсаңыздар, 30 талдық самсаны жасап шығаруға болады. Ең алдымен қамырын илеп алатын боламыз. Көрсетілген мөлшердегі жылы суға 2 жұмыртқа тұз салып, жақсылап араластырып, қатты қамыр болғанға дейін ұн салып илейтін боламыз. Жұмыртқа салмай жасауларыңызға да болады. Жұмыртқамен өте дәмді болып шығады. Самсаның қатпарлары бір-біріне жабысып қалмас үшін қамыр бос болмау қажет, яғни қатты қамыр болуы қажет. Егер ол жұмсақ болатын болса, біз жайған кезімізде қамырдың қатпарлары бір-біріне жабысып кетеді. Сол себепті қатты, орташа қатты емес, қатты қамыр илеп, тындырып қоятын боламыз. 15. Мен қамырды 2-ге бөлдім. Қалауыңызға қарай қатпарлары өте көп болсын десеңіздер, дәл осы қамырды 3-ге бөліп жасауларыңызға да болады. Енді тынған қамырымызды жұп-жұмсақ болған кезінде, дәл осы көріністе жұмсап шығатын болады. Жақсылап тұрып, ондап, жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Аса қатты жұқа болу қажет емес, айтып кететін маңызды жайт, қатпарлары қатты жаңағыдай бір-біріне жабысып кетпес үшін аса қатты жұқа болмау қажет. Манты және тұшпара сияқты жайылатын қамырлардан әлде қайда қалыңдау болу керек. Көрсетіп өткенімде видеода қамырдың екінші жағы ондай қатты білініп тұрған жоқ, яғни көрініп тұрған жоқ деген сияқты. Дәл осы қалыңдықта жайып аласыздар. Жақсылап қамырды жайған кезде қамырды біркелкі болу үшін міндетті түрде оқтаудың шетін ғана басасыздар. Ортасын аса қатты баспау қажет. Сол кезде қамыр біркелкі жайылатын болады. Ендеше ерітілген сары майымызды осылай. Егерде проценті аз сары майлар қолданатын болсаңыздар, қатпарлары аздап жабысып қалуы мүмкін. Қалауыңызға қарай маргарин қолдануға да болады, бірақ мен маргаринге кеңес бермеймін, сары маймен өте дәмді болып шығады. Ендеше сары майымыз осылай қатқаннан соң барып, беті кішкене салқындап, сары майымыз қата бастайды. Содан соң біз оған дейін екінші қамырымызды жайып болуымыз қажет. Көріп тұрғандарыңызда екінші қамырды бетінен осылай жайып шығатын боламыз. Екінші қамырдың үстінен де дәл сол ерітіп алынған сары майымызды жағып шығатын боламыз. Сары майды аса көп жағудың қажет. Келесі қамырымыздың да сары майлары қатқаннан соң барып орайтын боламыз. Қатпай жатып сары майымыз еріген күйінде орауға болмайды, себебі сары майлары ағып кетуі мүмкін. Сол себепті салқындатып сары майымыз қатқаннан соң барып қамырымызды нығыздап орайтын боламыз. Қамырларды бос орайтын болсаңыз, самсаның қатпарлары ондай әдемі шықпауы мүмкін, сол себепті қатты нығыздап орайтын боламыз. Менде бөлменің температурасы салқын болғандықтан сары майлар бірден қатып бастады. Егерде сіздерде жылы бөлме 1 сағаттан соң барып қамырымызды біркелкі, әрине өзіңіздің қалауыңызға қарай жұқа не болмаса орташа қалыңдау етіп қамырды кесіп шығатын боласыздар. Егер қамырды қалыңдау кесіп қалың жаятын болсаңыздар, қатпарлары аса қатты әдемі білініп тұратын болады. Қамырдың сары майы қатқан күйінде кесетін болсаңыздар, дәл осылай біркелкі кесілетін болады. Егерде сары майды жұмсақ уақытында, жұмсақ қатпай жатып кесіп тастайтын болсаңыздар, сары майлары ағып, бір-біріне жабысып, бір әдемі болып, бір түрлі болып шықпайтын болады қамырдың қатпар. Және де тағы бір қатпарлы болуының бір құпиясы, қамырдың арасына крахмал, кукурузный крахмалды онымен аздап араластырып сеуіп жасасаңыздар да болады. Бірақ мен бұл видеода олай қолданған жоқпын. Негізі кейбір аспаздар дәл солай арасына крахмал қосып жаятын болады. Крахмалды аса қатты көп қосу қажет емес. 5 қасық ұнға 1 ас қасық крахмал қоссаңыздар жеткілікті. Сол крахмалды қолдансаңыздар да қатпары өте қатпарлы болып, бір-біріне жабыспай шығатын болады.
Мен қамырларды кесіп қойып, содан соң тағы да холодильникке салып қойдым. Бұл салқындағанға дейін салмасын әзірлеп алдым. Мен 2 түрлі салма әзірледім. Біріншісі көк самса әзірледім. Көк самсаға арналған салма әзірледім, яғни шпинатпен жасаған болатынмын. Ал екіншісін күнделікті барлығымыз жеп жейтін етті самса әзірлеген болатынмын. Ендеше қамырдың жайылу барысы жайлы айта кетейін. Қамырды аздап ұн сеуіп, ортасынан, яғни думалақ оралып тұрған ортасынан шетіне қарай басатын боламыз. Ары қалай төменнен үстіне қарай ары қалай айналдыра беретін болсақ, қатпарлары бір-біріне аздап жабысып кетуі мүмкін, білінбей кетуі мүмкін. Сол себепті ортасынан шетіне қарай. Салмасы жайында айта кететін болсам, менде шпинат қалауыңызға қарай қалаған түрдегі көкөністермен жасай берулеріңізге болады. Пиязды аздап шала қуырып аламыз. Содан соң картоп және де қалауыңызға қарай үш май не болмаса құйрық май қолданатын боламыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосып, жақсылап тұрып араластырып алдым. Сонымен салмасы дайын. Бұл біздің бірінші салмамыз, яғни көк самсаға арналған. Екінші салма бізде пияз және де құйрық май, ет қалауыңызға қарай, қалаған мөлшерде картоп, тұз және қара бұрыш, кориандр салатын боламыз. Зіре саламыз, паприка саламыз, дәміне қарай тұз саламыз. Дәл осы дәмдеуіштермен самса өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәмдеуіштермен әзірлеңіздер. Ендеше түйіп алынған самсаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз, және де қалауыңызға қарай күнжіт себетін боласыздар. Дәл осы уақытта пешіміз 180-190 градуста қызып тұрған болуы қажет. Духовкада жарты сағаттай пісіріп алатын боламыз. 30-35 минутта қызарып шығатын болады. Мінекей біздің самсаларымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай қатпарлары аса қатты білініп, өте табиғи ашарлықтай болып тұр. Міндетті түрде дәл осы рецептпен әзірлеп көріңіздер. Сіздерге рецептерім ұнаған болса, міндетті түрде лайктарыңызды аямай, төменде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.